Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 2-ші сынып 128-ші сабақ сан есім. 32-ші жаттығу. Өлеңді суреттегілердің атын қойып оқы. Бір дегенім бала, еркелейтін анасына дана. Екі дегенім ескек, ұстаттың атам естеп. Үш дегенім үйрек, көлде жүзер билеп. Төрт дегенім тас, әрдайым іш ас. Бес дегенім білім, білімді бол інім. Өлең балдырған журналынан алынған. Санамақты 10 санына дейін өзің жалғастырып айтып көр. 6 деген ақыл, тыңдағаның мақұл. 7 деген жалау, жүректегі алау. 8 деген сөзің, серт беретін кезің. 9 деген тоқтау, елдің жоғын жоқтау. 10 дегенім отан, қорға оны ботам. 33-ші жаттығу. Өлеңнің қатесін түзеп, көшіріп жаз. Сан есімді тап, қарамен жазылған сөзді қандай сан есіммен ауыстыруға болады? Жалғыз саусақ тіпті де, ұстай алмас жіпті де. Екі саусақ бірікті, ине қолға ілікті. Бұл жерде сан есім 2, қарамен жазылған жалғыз сөзін бір деген сан есіммен алмастыруға болады. 34-ші жаттығу. Құрамында сан есімі бар сөздерді сөзбен жаз. Түбір, алтын, сона, кекілік, дербес, жетік. Шығармашылық үзіліс. 35-ші жаттығу. Серік саяхаттап жүріп, бір үйге кезікті. Сол үйде және оның маңайында 3 бұрыш, шаршы және дөңгелектер жасырынып қалыпты. Сен олардың санын анықта. Бізде 3 бұрыш жалпы саны 17, ол шыршада, үйдің шатырында және алма ағашының қоршауында және алма ағашында бар. Шаршының жалпы саны 15, ол бізде шыршаның бұтағында, үйдің шатырында және үйдің қабырғасында орналасқан. Дөңгелек жалпы саны 18, ол бізде күнде, алмаларда және допта, баланың велосипедінде және жердегі гүлдердің ортасында орналасқан. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлығы түсінікті деген ойдамын. Поделиться деген батырманы басып, достарыңа бөлісуді ұмытпа. Сау болыңдар балалар.